Bismillahirrahmanirrahim. Qadırlı cemaat, nekenin 10 milyon bolgan, zinanın ese $100 bolgan bir dövründemiz. Biroq sol vaqtın içinde de zinaga barmay, qımbat bolsa da halal jolmen men birge bolamın. Bul birge bolatımda mening özüme halal bir jar bolады, және de ol jarım da haramdan tıyılgan, közün, tilin, denesin haramdan uzak ұстаған bir kız balası немесе ol balası болады деп ниет еткен барсаға Алла тағала өздеріне хайырлы жар нәсіп етсін. Біздің бүгінгі айтқымыз келіп жатқан мәселе ислам дінінде қарым қатынасқа рұқсат берілген. Бірақ бұның шарты никах деп айтылады, яғни неке. Неке дегеніміз не деген уақытта? Неке дегеніміз бір қыз бенен ол некелессе, біз көшеде ол екеуінің бірге қол ұстасып жүргені, немесе екеуінің бірге ұзақ сапарға шыққанын көретін болсақ, бұлар некелескен, бұлар бірге болып жатыр, және де халал жолмен бірге болып жатыр. Бұлардың бірге болуында Алла тағаланың бір қаһары, бір ашуы жоқ. Бұлардан Алла тағала разы деген мақсат бұл неке болады. Яғни некеде шарт бар. Әйел және еркек ақыл есін тоқтатқан, және де ақыл есі дұрыс болу керек, екеуі де мұсылман болу керек, және де некелесетін жерде екеуі бірге болу керек, өздерінен бөлек некеге қатысатын бір имам, және де бір еркек, екі әйел, немесе екі еркек балиғатқа толған болуы керек. Бұл куәгерлердің үкімі бұл жерде уәжіп болып есептелінеді. Бұл куәгерлерде бұл жерде болуы міндетті, қадірлі жамағат. Неке қиылып жатқан уақытта некеден бұрын әйел мен еркектің бір-бірінде ешқандай ақысы жоқ. Мысалы, Хасан менен Али менен Фатима неке қиылып жатыр. Али мен Фатима екеуі бір-бірімен некелеспегенше екеуінің бір-бірінде құқығы жоқ. Али де өзінің білгенін істейді, Фатимаға айтпай, Фатима да өзінің білгенін істейді, Алиге айтпай. Бірақ некелесті ме болды. Екеуі отбасылық мәселелерде ақылдасу керек. Ер әйелді бағуға, әйелдің тұратын жерін тауып беруге, және де одан ұрпағы болатын болса, ұрпақтарын да бағып, ақшамен қамтамасыз етуге міндетті. Сол секілді, әйел адамда күйеуінің разылығын алу үшін қызмет ету керек. Киімдеріне қарау керек, тамақтарына қарау керек, үйлеріне қарау керек. Енді бізге сұрақ сұралады. Сіз имамдар некеде жүрген уақытта әйел қызмет қылу керек, әйел қызмет қылу дейсіздер. Бұл қандай дін сонда? Қыздарды, әйелдерді жерге ұрып, еркектерді жоғарылататын бір дін ба дегенде, тоқтаңыз, асықпаңыз деп айтамыз. Неге? Аналардың аяғының астында жәннат бар. Сол үшін біз еркек ұлдар анамыздың разылығын алуымыз керек. Ал әйелдердің, күйеулерінің разылығын алу жәннаттың есігін ашып қойды. Яғни күрік былай. Әйел бар, оның разылығын бала алу керек. Ал баланың разылығын әйел алу керек. Ал әйелдің разылығын бала алу керек. Қараңыздар. Осылай кете береді. Яғни ислам діні тек қана еркектерге түскен, және де әйелдерді қорлайтын бір дін емес. Бір әйел күйеуін разы қылатын болса, ұрпағы өсіп келе жатқан ұлы және қызы күйеуіне деген құрметін анасынан көрген болса, өскен қыз да өзінің күйеуін құрметтейді, және өсіп келе жатқан ұрпақта өзінің анасын құрметтейді. Неге? Әкеме қараған деп. Жәннаты әйел деп. Қыз да не қылады? Күйеуіне қарайды. Неге? Анасынан көрген үшін. Қараңыздар. Бұл бір әйелдің міндеті. Күйеудің разылығы алған әйел иншалла жәннаты, анасының разылығын алған еркек иншалла жәннаты болып есептелінеді. Енді бұл некеде мәхір деген мәселе бар. Мәхір әйелдердің ақысы. Яғни әйелдер некеде немесе әйелдерге талақ берілгенде, әйел мен еркек ажырасқан уақытта әйелдің қор болмау үшін, біреудің қолына, бөтен бір еркектің қолына қарап қалмау үшін мәхір деген бір амал бекітілген. Бұл Құран-ы Кәрімде келген. Бұл мәхірді әйелдің қолына берілмей тұрып, мен әйелімменен мәхір алмаймын деп айтуға болмайды. Және де Ханефи мазхабында мәхір деген нәрсе ақшамен алынатын және сатылатын құнды зат болу керек. Мысалы, некеде отырмыз, Фатима айтты, мен Алидің қари болуын қалаймын, мәхірге осыны сұрасам болады ма деді. Біз не дейміз? Әрине бұл болмайды дейміз. Бірақ Фатима айтты Алиге, мені қажылыққа алып барып қайтсын, менің мәхірім осы деді. Болады. Қажылық беретін қолына береді, барып қайтса екеуі болады. Енді мәхір некеде айтылса, айтылған мәхір алынады. Ал егер кейбір әйелдер дінге енді келген болса, кейбір отбасылар дінге енді келген болса,
араларында некелескеніне 15 жыл болған, 20 жыл болған, бірақ махр айтылмаған. Бұл кісілер не істейді? Біз бұл жерде некенің уақытында естен шығып кеткен дейміз, және де өзінен бөлек әке жағындағы әйелдер не алған махрге? Біреуі 500 мың теңге алған махрге, басқа бір әпшесі 300 мың теңге алған, басқа бір әпшесі 700 мың теңге алған. 700, 500, 300 қосылады, 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінгенде шыққан мөлшерді уақытында, некенің уақытында махр айтылмаған әйел сол махрды алу керек. Бұл шарт нәрсе. Бір еркек қайтыс болса, ол еркектен қалған дүние мирасқорларына бөлінбей тұрып, бірінші қарыздары және де әйелдің махры беріледі. Неге? Әйелдің махры еркектің мойнындағы бір қарыз. Бұны беру шарт. Арада талақ түскен болса, ажырасу болған болса, сол мезетте беруі міндетті болып есептелінеді. Қадірлі жамағат, бұл біздің махр туралы қысқаша мағлұматымыз еді. Енді үйлендік. Үйленген уақытта әрине әйелдердің қызғанышы болады. Әрине ер менен әйел сөзге келіп қалады. Әрине екеуі сөзге келіп қалғанда бөлек жатулар болады. Бұл мәселенің ислам шариғатында дұрыс па, бұрыс па екеніне біз кішкене тоқталып өтеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима анамыздың бөлмесінде еді. Басқа бір үйден пайғамбарымызға әйелінен тамақ келді. Тамақты алып кірген уақытында Айша анамыз ашуланып кетті, алып келген қызметшінің қолындағы табаққа бір ұрды. Тамағы ыдысымен бірге айналып түсті. Сонда пайғамбарымыз тұрып, сен не деп тұрсың? Сен кімсің? Менің алдымда қол көтеретін деп партаға былай ұрған жоқ. Не қылды? Бұлар әйелдер деді. Бұлар қызғанады деді. Орнынан тұрды, түскен тамақтарды жинап қойды. Болды. Қараңыздар. Бұл не деген бір әдеп? Әйелге бет алды айғайлау, үйдегі тыныштықты, үйдегі берекетті айғай-шумен шығарып тастау, бұл пайғамбарымыздың әдемес екен, әдеп емес. Біздегілер бар. Екінші әйел алу пайғамбардың сүннеті дейді. Дұрыс емес. Сақал қою сүннет дейді. Дұрыс. Тісті месуакпен жуу сүннет дейді. Сүннет дұрыс па? Яғни біз сүннетке аз да болса өмірімізді амал етеміз. Бірақ неге отбасымызда әйелімізбен мәміле қылған уақытта пайғамбарымыз секілді қарапайым бола алмаймыз? Неге бірден ашуға беріліп кетеміз? Неге ол бізге әйел болып келген адамның шешесін біз балағаттауымыз керек? Қараңыздар. Бұның ешқайсысы дінімізде жоқ. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызы Фатиманың үйіне барды, радиаллаху анханың үйіне, анамыздың үйіне кірсе, қызы мұңайып отыр. Кешкі уақыт, Али қайда деді, күйеу баласын. Біз сөзге келіп қалдық. Али үйден шығып кетті деді. Қараңыздар. Бізде де бар. Үйден шығып кетеміз, немесе не қыламыз? Зал тамдағы қонақ үйдегі диванымыз болады өзіміздің, одеялымыз бен жастығымыз. Сүйерге барып жатып аламыз. Бөлек жатамыз да өзіміз ашулымыз әйелге, өзімізше. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында сахаба айтты. Бар Али тауып кел деді. Али тауып кел. Ол кісі жүгіріп барды, қараса Али радиаллаху анху мешіттің жанында құрма ағашының астында құмның үстінде жатыр екен. Үстері топырақ. Алланың елшісі Али осы жерде жатыр екен деді. Пайғамбарымыз өзі барды. Қараңыз, қайната. Бізде ерлі зайыпты ұрысып қалса не қыламыз? Бірден қызымыздың жағына өтеміз. Қыздың әкесі болсақ. Баланың әкесі анасы болсақ, бірден баламыз жаққа өтеміз да соның сөзін сөйлейміз. Кім прав, кім не прав, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс бізге қызығымыз. Неге? Біздің туғанымыздікі ғана дұрыс. Бұл дұрыс емес. Пайғамбарымыз не қылды? Али радиаллаху анху барды. Ей Абу Тураб деді. Ей я Абу Тураб деп айтылады арабша. Ей топырақтың әкесі. Деген еді. Бірден қайнатасын көрді, жаңа пайғамбарымыз көрді, орнынан тұрып кетті. Үстіндегі топырақты қақты. Пайғамбарымыз күйеу баласына неге ұрыстың, неге қызымды ренжіттің, пәлен қылдың, неге бөлек жатсың, ешқандай артық әңгіме айтқан жоқ. Қолынан ұстады, үйіне алып барды, үйіне кіргізді, есігін жауып қойды. Үй дегеніміз біздің бөлмелер сияқты 5 бөлмелі, 7 бөлмелі, 2 бөлмелі үй емес. Мынандай бір 3-ке 2 бөлме болды. Қаласа да қаламаса да әйелін көретін үй да ол. Ішіне кіргіз жерді екінші бөлек жатпаңдар деді, есік жауып қойды. Қараңыздар. Бұл не екен? Ер менен әйел ұрысып қалса, бұл табиғи жағдай екен. Бірақ екеуінің бөлек жатуы арадағы сүйіспеншілікпенен құрметті жоғалтып қояды екен. Күйеуінен, әйелінен бөлек жататындар. Бұл мәселені біз тоқтатуымыз керек. Бір мәселеде қиналдық па, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріне қарауымыз керек екен, қадірлі жамағат. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде бұйырды, сендердің араларында сахабаларға айтып отыр, ең жақсыларың әйелдеріңе дұрыс мәміле қылғандарың деді.
подкаблучник деген, яғни әйелдің сөзіне %100 бағынады деген ұғым бар. Бірақ біздің айтып жатқанымыз бұл мәселе емес. Бізде ар-рижал қауамуна аля ниса. Еркектер әйелдерге бастық және әйелдерді басқарады. Яғни үйде ақылдастық. Әйеліміз былай деді, біз былай дедік. Ортақ бір шешіммен бір пікір қабылданды. Ол пікірді істейтін бұл жерде еркек. Немесе үйде бір мәселе бар. Бір қызымызға біреу сұрап келді қызымызды, ол қызды беріп бермеуді үйдегі еркек шешеді. Және де көшедегі бір мәселені үйдегі еркек шешеді. Әйел еркектен бұрын сөйлеп қойса, бұл үйден береке қашып кетеді. Еркек үйде басшы болу керек. Қалай бір мемлекетте соңғы сөзді президент айтады, сол сияқты отбасыда соңғы сөз бізде еркектер айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызы Фатиманы Али радиаллаху анху ұзатайын деп жатқанда күйеуіне ақыл айтқан жоқ, қызына ақыл айтты. Не деді? Ей Фатима деді. Құрайыштардың ішінде ең жақсысын, ең хайырлысын, ең ілімдісін, ең тақуасын, жас кезінде мені қорғаған, Алла тағаланың разылығы үшін жүрген Алиге сен ұзатып жатырмын, оның разылығын ал деді. Қараңыздар. Бір әкенің қызына айтатын ең керемет, ең берекелі сөзі осы, қадірлі жамағат. Соның үшін ерлі-зайыптылардың ұрысуы мүмкін. Біз некеде куәгер дейміз ғой. Бұл куәгерлер кім болу керек? Көп жерде неке куәгерлері қыздың немесе ұлдың жолдастары немесе қыз жолдастары болып есептелінеді. Бұл дұрыс нәрсе емес. Али мен Фатиманың бір жерге келуіне куәгерлер себепші болды ма? Ұрыс болды екеуінің арасында, екеуі шеше алмады. Бұл екеуінің шеше алмаған мәселесі қыздың немесе ұлдың әке-шешесіне кетпей тұрып, куәгерлер бұл мәселені шешіп қою керек. Неге? Екеуін бір жерге алып келген куәгерлер ме? Екеуінің ажыраспауына да себепші болатын куәгерлер. Ал куәгерлер де шеше алмады ма? Сол кезде ғана әке-шешеге бұл мәселе ақтарылса, жіберілсе болады екен. Қадірлі жамағат, әрдайым дұғамызда отбасымыздың тыныштығын, және де отбасымыздың бірлігін, және де бақытты бір өмір сүруімізді нәсіп қыл деп Алла тағаладан дұға тілейік. Себебі біз неке дұғасында Аллахым, бұл некені берекелі қыл, махаббатқа толы қыл, араларына фитна кіруіне өзің сақта. Және де бұл отбасыларды Хауа анамызбен Адам алейхиссаламның отбасындағы секілді берекелі қыл. Хадиша анамызбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның отбасында берекелі қыл. Али радиаллаху анху мен Фатиматы Захра анамыздың отбасы секілді берекелі қыл деп біз әрбір неке дұғасында дұға қыламыз. Соның үшін әрқайсымыз осы дұғаны тұрақты түрде өзіміздің жеке отбасымыз үшін дұға қылып жүрейік. Алла тағала отбасыларымызға тыныштық пенен береке берсін. Ва ахиру дауана